партнерлар талайы сұрайды, қалай менің заказым жоқ, қай қалаға кетті, қай жерге кетті, заказым таба алмай жатырмын деп сұрағанда былай басасыздар. Өзіңізге кіресіз, именно сол кісінің кабинетіне кіресіз. Кімді таба алмай жатсыз, партнеріңіздің ба, немесе өзіңіздің кабинетіңізге кіресіз. Сосын магазин дегенді басасыз. Мына магазинді басасыздар да. История заказов деген бар мына жақта, оң жағыңызда. Сосын енді годты баса салыңыз, көрейік, искать. И, например, мына заказ жоқ дейтін, например. Мынаны басасыз да көресіз. Не қараңыз, қайда келді? Міне Чокинаға келіпті, Алматы, получатель именно мне. И 5-інде заказ берген. Мынау номер заказа, міне мынау номер заказа. Көрдіңіз бе? Енді вообще білмей жатсаңыз, копировать етесіздер да. Служба поддержки басасыздар. Енді Атомедок. Статус заказа. Ставить. Енді қараңыздар. Номер трека копировать етейік та. Посмотреть DPD. Көрейік. Ставить дейсіз, найти дейсіз. Енді болады осындай. Почему? Потому что Алматыда бізде өзіміздің, Алматынікі ғой, өзіміздің курьеріміз бар. Мына жерде ұшқа келеді, дата, қайда келді, қай қалаға кетті, и қай число келді.